алғаш келгенімде әрине үмітпен үрей, сеніммен селкеу, арманмен қорқыныш қабаттасып келген болатын. Дегенмен ең алғашқы келген лекцияда, ең алғашқы дәрісте менің үмітімді де, үрейімді де, арманымды да қуанышқа айналдырған осы бір алғашқы лекциям. Қазақстан тарихы бойынша биылғы 550 жылдыққа, ассамблеяға, рәміздерге, яғни қазіргі таңда 21 ғасырда қандай атаулы оқиғалар бар, қандай юбилейлер бар, соған байланысты қойылған сұрақтар болды. Қазіргі қоғамды ойландырып отырған мәселелер және де біздің қазіргі студенттерді, жастарды қызықтыратын оқиғалар бойынша сұрақтар қойылып, жауаптар берілген болады. Университеттегі ең алғашқы күнім, ең алғашқы лекция мен үшін өте бір маңызды сәттер болып есептеледі. Себебі бұл кезде мен осы бір жыл бойы осы оқуға, жоғары оқу орнына түсуге деген мақсатым, алға қойған армандарым орындалып, алғашқы сабаққа кіру арманым орындалған соң алғашқы лекциядан алған тәсілім мол болды. Бұл лекция менің сол болашақ кәсібіме деген алғашқы бастау болды десем де болады. Университет таңдаған себебім бұл университет туралы информация көп жинадым, өзім ұнатқасын, және де бұл Қазақстандағы Еуропа материгіндегі жалғыз университет. Шынымды айтсам, алыс жаққа кетіп оқығым келген жоқ, себебі осы Атырау қаласында, өз туған жерімде, ата-анамның, достарымның қасында оқығым келді. Бұл университетті таңдаған себебім, менің ойымша, бұл университетте студенттер үшін барлық мүмкіндіктер, барлық жағдайлар жасалған, және осы университетте мен толыққанды білім алып шығамын деген ойдамын. Біздің университетімізді таңдаған себебім, бұл басқа алыс, мысалы Астанадағы, Алматыдағы университеттермен салыстырғанда бәсекеге қабілетті деп ойладым. Мысалы шетел асып жатырған студенттеріміз де бар, бірақ та дегенмен де осы Атырау қаласындағы жалғыз университет болғандықтан да сол үшін де осы университетімізді таңдадым. Этот университет я выбрала, потому что он более-менее престижный, и раньше училась на бухгалтера, поэтому решила продолжить это обучение. И по советам родственников я поступила в этот институт. Менің ойымша студенттік шақ адам өміріндегі ең керемет шақтардың бірі. Өйткені студент шағында адам біліммен, яғни өте ізденімпаз болу керек. Мен үшін студенттік шақ өте өмірімнің алтын дәуірі деп атасам еш қателеспеймін. Себебі бұл дәуірде енді адам айтады ғой, қатарымен адам қуанышты дейді. Себебі мен осы қатарым ішінде жүріп, орталықта жүріп, не деген бақытты да сәтті күндерімде өштен білім аламын. Бұл менің келешекте болашақ еңбекке қоятын ең негізгі және басты қадамым болып есептеледі. Сондықтан студенттік дәуір мен үшін өте маңызды және өте қымбат дәуір. Әрине, университет ең үлкен оқу орны болғандықтан мектептен көп айырмашылықтар бар. Яғни университетте біз кредиттік жүйе және балдық жүйеде білім аламыз. Ең басында бұл жағдайлар бізге жаңалық болып көрінгенімен, бірінші аралық бақылаудан кейін біз бұған үйреніп кеттік, және бұл мектепке қарағанда оқу орны, яғни үлкен университетте оқу біз үшін өте қызық. Айырмашылық мектеппен салыстырғанда өте көп. Бұл мектепте көбіне бізге мұғалімдер айтатын болса, мына жақта өзіміз ізденеміз, себебі студент деген ізденіс деген мағынаны білдіреді. Біздің Халел Досмұхамедов атындағы университетте елге танымал біздің Атырау өлкесінің әкімі, яғни экономика мамандығында оқыған. Елге танымал Амин Чияков және өзімнің бапкерім Нұрлан Мамбетович, қазіргі жеңіл атлетикадан тренеріміз. Халел Досмұхамедов атындағы мемлекеттік университетті бітірген халық мұғалімі, СССР мұғалімі Құсейін Айтқалиев, атақты ақын қызымыз Фариза Оңғарсынова, және де көптеген спорттан алып жүрген, чемпионаттарға қатысып жүрген түлектерде оларға Ретбеев, Ахмедиев, тағы сол сияқты басқалар жатады. Менің ойымша қазіргі студент ол жан-жақты барлығы бар, интернетті де оқитын орны да, және еркіндік неге істен не қылса да өзінің еркінде барлық жағынан білім алуға мүмкіндік бар дейсіз. Қазіргі студент өте білімді, ақылды, және қазіргі барлық жағдай жасалғандықтан оқуға деген құштарлықтары жоғары. Қазіргі студент ол ең алдымен бәсекеге қабілетті, тілдерді меңгерген, жаңа технологияларды меңгерген, өзін жан-жағынан көрсете алатын, қабілетті, кез келген іске белсене араласатындай 21 ғасырдың барлық талаптарына сай болу керек деп ойлаймын. Музыкалық менің
Мен бала кезімнен осы мамандыққа құмар болдым. Осы мамандықты тек жаным сүйді, осы мамандықты. Осы мамандық тек музыкалық, өзім ары қарай музыкалық білімімді жалғастырғым келді. Осы мамандықты есе келе таңдадым. Бұл қазіргі қоғамға өте қажетті мамандық деп ойлаймын. Мұғалім мамандығы. Мен осы кішкентай бүлдіршіндерді еңбекке, білімге баулығым келеді. Мне очень нравится изучать иностранные языки, в особенности английский язык. Это не было моей мечтой с детства. Это я поняла, когда начала ходить в курсы английского языка. Самые первые уроки этого курса мне они очень сильно понравились, что привели меня к тому, что я очень люблю иностранные языки. Бұл мамандықта мен есейе келе қызығушылығым оянғандықтан таңдадым. Мен бұл мамандыққа келу себебіме мектептегі өзімнің математика пәнінің мұғалімі Дүйсенәлиев Төрөмет ағайдың септігі тиді. Негізі бала кезімде бұл мамандыққа келем деп ойлаған жоқпын. Өсе келе ағайымның білім беру тәжірибесі осы мамандық иесі болуға септігін тигізді. Студенттерге бәріне сәттілік, көп ізденіс, көп оқу тілеймін. Студенттерге айтар тілегім өзінің сол таңдаған мамандықтарын күшті маман болып шығуын қалаймын. Сіздерге тілерім тек қана мықты, білімді, ақылды студент болыңыздар. Студенттерге айтар тілегім барлығына сәттілік, яғни жақсы маман иесі болуына тілектеспін. Тілегім университетті жақсы үлгілі түлек болып бітіріп шықсын. Я хочу пожелать всем студентам терпения и быть хорошими специалистами своей работы. Студенттерге айтарым, жақсы табыстарға жетіп, жақсы көрсеткіш көрсетіп, университеттің намысын тек қолдан түсірмеуге тілектеспін. Студенттерге айтар тілегім қандай жағдай болмасын, қандай қиыншылықтар болмасын, алға қойған мақсаттарыңызға ұмтылып, тек алға жүріңіздер. Өздеріңіздің таңдап отырған мамандықтарыңыз бойынша жақсы білім алып, болашақта өз мамандықтарыңызға сай білікті маман болуларыңызға тілектеспін. Студенттерге сәттілік, оқуларын жақсы аяқтап, жақсы маман иесі болуларын тілеймін. Студенттерге айтарым болсам, қазіргі таңда біздің студенттер ешкімнен кем емес, өткенді де, болашақты да бағамдай алатын 21 ғасырдың жалынды жастары, жан-жақты жандар. Сондықтан да студенттерге айтатынымыз, қазіргі таңда біз өткен біздің ата-бабаларымыз алып берген тәуелсіздікті, 300-ден астам көтерілісті басымыздан өткіздік қой. 2 ғасырлық дүниежүзілік соғысты өткіздік. Осындай сұрапыл қиындардан алапатты ауылдардан өткендіктен кейін біз студент болдық қой. Міне біз 21 ғасырдың тұлғасымыз, жастарымыз. Сондықтан да біз қазіргі таңда біз қандай студент болуымыз керек? Мысалы өткен тарихымызға көз жүгіртсек, олар бұндай біздің жеткен жетістіктерге жете алмаған, біз сүрген өмірді сүре алмаған. Сондықтан да осыған тәубе етіп, шүкір етіп, біз мықты студентпіз, біз жалынды жастарымыз деп өмір сүру керек. Сондықтан да студент болғандықтан қазіргі жастық шағымызды ерекше өткізуіміз керек әрине. Студенттерге айтар тілегім, алда тек сәттілік, оқысам бәрі де жеңіл, оқыңыздар, ізденіңіздер. Барлық студенттерге айтарым, оқуда сәттілік тілеймін. Ізденіңіздер, талмаңыздар, оқудың ең биік дәрежесіне көріңіздер. Чтобы они шли к своей цели, которую перед собой ставили, и всем желаю удачи в учебе. Студенттердің алдағы уақытта сәттілік тілеймін, барлығының оқу сәтті аяқтауына тілектеспін. Мен барша студенттерге мамандықтарының жақсы иесі болып, жемісін көруін тілеймін. Студенттерге айтар тілегім, алдағы сындардан сүрінбей өтіп, жақсы маман иесі болып, елімізге пайдасын тигізе берсін. Студенттерге айтар тілегім, сынақтарына жақсы ден қойып, болашақта жақсы мамандық иесі болып шығуына тілектеспін. Студенттерге айтар тілегім, ең алдымен осы сабақты жақсы оқып, аралық бақылауларды, сессияларды жоғары балға тапсырып, университетті жақсы тәмамдап, елімізге көмегі тиетіндей үлкен азамат, азаматшалар болса екен деймін. Студенттерге айтарым, қазіргі студенттер қазіргі заманға сай 21 ғасыр көшбасшысы болу керек деп ойлаймын.